Саламатсыңдар ма білім алушылар? Жамбыл облысы Сарысу ауданы Өндіріс ауылы Жарылқасын Отарбаев орта мектебі. Биология пәні мұғалімі Мукушева Шаризат Маратовна. Бүгінгі сіздерге таныстыратын сабағым 8 сыныпқа арналады. Сабақтың тақырыбы прокарот және эукарот жасушасының құрылысы. Оқу мақсаты: эукарот және прокарот жасушалардың құрылысын салыстыру. Сабақтың мақсаты жасуша туралы түсінік қалыптасады және эукариотты прокаротты жасушалардың ерекшеліктерімен танысады. Бағалау критерийлері: жасуша тіршіліктің құрылымдық негіз екенін біледі, прокаротты жасушасының құрылысымен танысады, эукаротты жасушаның құрылысымен танысады, жасуша органоидтар түрлерін атай отырып жеке-жеке құрылымдық ерекшеліктерін біледі. Олай болса, білім алушылар, жасуша туралы білімімізді одан ары жетілдіру үшін бейнефильмге назар аударайық. Жасуша құрылысына шолу. Жасушалар ағзаның ең қарапайым түрі бірлігі. Барлық жасушалардың, олар қандай жасуша түрі болмасын, үш ортақ қасиеті бар. Барлық жасушалардың жасуша мембранасы болады. Ол жасушаның ішкі бөлігін қоршаған ортасынан бөліп тұрады. Сонымен қатар, цитоплазма деп аталатын желе тәрізді қоймалжың сұйықтығымен жасушаның генетикалық материал болатын ДНК-сы болады. Жасушаларды екі үлкен санатқа бөлуге болады. Бірінші түрі эукариоттық жасуша. Оларда органеллалар болады. Органеллаларға ядро және басқа арнайы бөліктер жатады. Эукариоттық жасушалар өсімдіктер мен жануарларда табылатын көбірек дамыған күрделі жасушалар. Екінші категорияға прокариоттық жасушалар жатады. Оларда ядро немесе мембранамен қоршалған органеллалар болмайды. Олардың генетикалық материалы болады, алайда ол ядрода орналаспайды. Прокариоттық жасушалар әдетте бір жасушадан тұрады, немесе бактерия секілді жалғыз жасушадан тұратын ағзалар болады. Сонымен органеллалар деген не? Органелла кішкене орган деген мағынаны білдіреді. Органеллалар жүзеге асыратын өзіндік қызметтері бар жасушаның мамандандырылған бөліктері. Ендеше жасушаның басқару орталығы ядродан бастайық. Ядро құрамында ДНК немесе генетикалық материал болады. ДНК жасушаға қандай әрекет жасағалы жатырғанын және қалай жасағалы жатырғанын айтып отырады. Хроматин бұл ДНК-ның шиеленіскен жайылған түрі. Ол ядро мембранасының ішінен табылады. Жасуша бөлінуге дайын болған уақытта ДНК хромосомалар деп аталатын құрылымдарға қалыңдайды. Ядроның құрамында сонымен қатар ядрошық болады. Бұл рибосомалы жасалатын құрылым. Рибосомалар ядродан шыққаннан кейін олардың синтездеу немесе нәруыздар жасау деп аталатын маңызды қызметі болады. Ядроның сыртында рибосомалар және басқа да органеллалар қоймалжыңды цитоплазма айналасында жүзіп жүреді. Рибосомалар бос күйінде цитоплазманы шарлап жүре алады, немесе кейде ЭПТ деп қысқартылып айтылатын эндоплазмалық торға бекіне алады. ЭПТ-ның екі түрі бар. Қабырғаларында рибосомалар бекінетін түйіршікті ЭПТ және рибосомалары болмайтын тегіс ЭПТ. Эндоплазмалық тор бұл мембранамен қоршалған транспорттық материалдарға арналған өткізгіш канал. Транспорттық материалдарға рибосомалар синтездейтін нәруыздар мысал бола алады. Нәруыздар және басқа материалдар эндоплазмалық тордан кішкентай весикулалар арқылы шығады. Сол жерден оларды Гольджи аппараты қабылдап алады. Нәруыздар Гольджи кешені бойымен қозғалу кезінде олар жасуша қолдана алатын пішіндерге келтіріледі. Гольджи аппараты мұны нәруыздарды қолдануға ыңғайлы пішіндерге жинақтау арқылы немесе оған липидтер және көмірсулар сияқты басқа материалдарды қосу арқылы жүзеге асырады. Вакуольдер бұл әртүрлі материалдарды жинақтайтын қап тәрізді құрылым. Мына өсімдік жасушасында орталық вакуоль суды жинақтайды.
жануар жасушасына қайта оралсақ, сіз лизосома деп аталатын органелланы көресіз. Лизосомалар бұл зақымдалған немесе ескірген жасуша бөліктерін қосып алатын қоқыс жинақтаушылар. Олар осындай жасуша қалдықтарын бұзатын ферменттермен толтырылған. Митохондрия бұл жануар және өсімдік жасушаларына электр станциясы болатын органелла. Жасушалық тыныс алу деп аталатын процесс кезінде митохондрия жасушаның барлық іс-әрекеттерін энергиямен қамтамасыз ететін АТФ молекулаларын жасайды. Энергияны көп қажет ететін жасушаларда митохондрия саны көп болады. Жасуша өзінің пішінін цитоқаңқа арқылы сақтап тұрады. Цитоқаңқа құрамына нәруыздан жасалған жіпше тәрізді микрофиламенттер және жіңішке қуыс түтіктер болатын микротүтікшелер кіреді. Өсімдіктер сияқты фотоавтотрофты болатын кейбір организмдер энергия жасау үшін күн сәулесін қолданады. Олардың жасушаларында хлоропласт деп аталатын органелла болады. Хлоропласт бұл фотосинтездің өтетін жері. Оның түсі жасыл болады, себебі құрамында хлорофилл деп аталатын жасыл пигмент бар. Өсімдік жасушаларында сонымен қатар жасуша қабырғасы болады. Ол жасуша мембранасын сыртында орналасқан. Жасуша қабырғасы өсімдік жасушасының пішінін сақтайды, қолдайды және қорғаныштық қызмет атқарады. Жануар жасушасында ешқашан жасуша қабырғасы болмайды. Тек қана кейбір жасушаларда табылатын көптеген басқа да бірегей құрылымдар бар. Мұнда тек кейбірі қамтылатын болады. Адамдарда, мысалы, тыныс алу жолы кірпікшелері бар жасушалармен төселген. Бұлар микроскопиялық шаш тәрізді шығыңқы бөліктер. Олар толқын секілді қозғала алады. Бұл ерекшелік ауадағы деммен алынған бөлшектерді ұстап алуға көмектеседі, және сіз жөтелген кезде оларды ығыстырып тастайды. Кейбір жасушалардағы тағы бір бірегей ерекшелік талшық немесе жалған аяқ. Талшық бұл кішкене құйрық секілді, және жасушаға қозғалуға немесе өзін итеруге көмектеседі. Талшығы бар жалғыз адам жасушасы бұл сперматозоид немесе аталық жыныс жасушасы. Қорытындылай кетсек, есте сақта, эукариот жасушалары ядросы және мембранамен қоршалған органеллалары бар, өсімдік және жануар жасушалары. Прокариот жасушалары ядросы және мембранамен қоршалған органеллалары болмайтын жалғыз жасушалы ағзалар. Барлық жасушаларда жасуша мембранасы, цитоплазма және генетикалық материал болады. Және тек өсімдік жасушаларында хлоропласт болғанымен, өсімдік және жануар жасушасының екеуінде де митохондрия бар. Олай болса, білім алушылар, жасуша дегеніміз тіршіліктің негізгі құрылымдық және қызметтік бірлігі. Барлық ағзалар жасушалардан тұрады. Әрбір жасушаға тірі ағзалардың қасиеттері, яғни көбею, өсу, зат алмасу, тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік, қартаю тән. Тірі ағзалардың барлық жасушалары өзара химиялық құрамы мен құрылысы бойынша ұқсас. Бактерия жасушасында ядро жоқ, тек қабықшасы мен цитоплазмасы болады. Сондықтан оларды прокариоттар, ядросы қалыптаспаған ядро түзілгенге дейінгі пайда болған деп атайды. Өсімдік, саңырауқұлақ және жануар жасушалары үш бөліктен қабықша, цитоплазма және ядродан тұрады. Бір сақиналы ДНК молекуласы тікелей цитоплазмада болады және эукариот жасушасындағы сияқты ядро екі мембрана арқылы бөлінбейді. Ал қозғалу мүшелерінің қызметін бір немесе бірнеше талшықтар атқаруы мүмкін. Прокариот жасушасы плазмалық мембранамен жабылған. Оның сыртында жасуша қабырғасы, көбінесе шырышты қабықша болады. Қабықша бактерия жасушасын қорғайды. Прокариот жасушасында міндетті түрде ұсақ рибосомалар және ерекше мембрана қатпары болады. Сонымен онда хлорофилл немесе энергия алмасуға қатысатын басқа да маңызды заттар болуы мүмкін. Енді эукариот жасушасына тоқталатын болсақ, эукариоттар құрамында ядросы бар ағзалар, ядро және басқа да құрылымдары жасуша цитоплазмасында болады. Және олар органоидтер деп аталады. Барлық органоидтер белгілі бір қызмет атқарады.
Ядро бүкіл химиялық үдерістерді нәруыздар, ферменттер, синтез арқылы бақылап, жасуша тіршілігін басқарады. Олар көбінесе жасуша орталықтарында болады. Бірақ қартайған өсімдік жасушасында барлық дерлік жасуша кеңістігін орталық ірі вакуол алып жатуы мүмкін. Сонда цитоплазма қалдығы бар ядро жасуша қабықшасына жақын орналасады. Яғни жасушалардың түрлерімен танысатын болсақ, бізде айтып жатырмыз, бактерия жасушасы деп жатырмыз, эукариот жасушалары, прокариот жасушалары деп. Яғни бұл жерде өсімдік жасушасы, жануар жасушасын айтып кетуімізге болады екен. Олардың жеке-жеке органоидтарында қайсында қандай ерекшеліктеріне тоқталдық, иә? Өсімдік жасушасында қабықшасы болады екен, көріп тұрғандарыңдай. Ал жануар жасушасында қабықша болмайды, иә? Олай болса, органоидтарға жеке-жеке тоқталатын болсақ, пластидтер. Тек өсімдік жасушасының органоидтері. Олардың 3 типі болады. Хлоропласттарда жасыл пигмент хлорофилл болады. Ал фотосинтез үдерісін жүзеге асырады. Фотосинтез үдерісі хлоропласттың ішкі мембранасында қатпарласа граналардан тұрады. Лейкопласттар ақ немесе түссіз пластидтер. Олар крахмалда қоректік заттар қорын жинайды. Хромопласттарда қызыл-сары немесе қызыл-сары пигменттер болады. Олар қоректік сәбізде, қызылшада немесе зиянды күзгі жапырақтарда заттарды жинайды. Гүлдердің күлтелеріне ашық түс беріп, жәндіктерді еліктіреді. Пластидтер бір-біріне айналуы мүмкін. Келесі органоидымыз бізде митохондрия. Митохондрия жасушасының энергетикалық станциясы деп атаймыз. Ол барлық эукариоттарда бар. Органикалық заттардан нәруыздар, майлар немесе көмірсулар оттегі әсерінен су мен көмірқышқыл газы түзіледі. Ал бөлінген энергия атф түрінде қорға жиналады. Үдеріс кристалдарда ішкі мембрана өсінділерінде жүреді. Лизосома. Лизосома ас қорыту вакуолдері, ас қорыту ферменттеріне толы мембрана көпіршіктері. Олар зиянды немесе қоректік заттарды ыдыратады. Өзін-өзі қорытуды, автолизді жүзеге асырады. Жануарлар мен саңырауқұлақтарда болады. Эндоплазмалық тор. Эндоплазмалық тор цитоплазманың ішіндегі мембрана түкшелері. Тегіс эндоплазмалық тор және түйіршікті эндоплазмалық тор деп бөлінеді. Тегіс эндоплазмалық тор ядросы жоқ, майлар мен көмірсуларын синтездейді. Ал бодыр эндоплазмалық тор ядросы бар, рибосомалары бар. Күрделі нәруыз биосинтезін жүзеге асырады. Барлық эндоплазмалық тор Голджи жиынтығымен бірге заттардың жасуша әсілік тасымалына қатысады. Вакуол. Нағыз вакуол тек өсімдіктер мен саңырауқұлақтарда болады. Бұл жасуша шырынына толы мембрана көпіршігі. Онда зиянды немесе қоректік заттар концентрлі ерітінді түрінде сақталады. Сонымен қатар вакуолдер өсімдік жасушасында жасуша ішілік қысымды сақтайды. Олай болса, балалар, біз жасуша туралы біраз мағлұматтар білдік, жасушаның қандай органоидтері, қалай қызмет атқарады. Яғни жасушаның құрылысы өте күрделі екенін білдік. Оны біз тек қана микроскоп арқылы көре аламыз. Олай болса, бүгінгі жасуша туралы бірінші тапсырманы орындайықшы, сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Прокариоттар мен эукариоттарға анықтама беріңдер. Жасуша органоидтерін атаңдар. Біз жасуша органоидтарын бірнеше түріне жеке-жеке тоқталып атап өттік. Олай болса, білім алушылар, екінші тапсырманы орындау үшін дәптерлерімізді ашайық. Дәптерімізді ашып, кестені толтырамыз. Пластидтер, митохондрия, рибосома, лизосома органоидтеріне қызметі мен олардың ерекшеліктері туралы дәптерге кестені жазамыз. Бүгінгі жасуша тақырыбы бойынша рефлексия, яғни кері байланыс жетістік баспалдағы бүгінгі сабақты қалай түсіндіңдер? Мүлдем түсінбедім, сұрағым бар, түсіндім, жақсы түсіндім дептір. Олай болса, өзімізді осы дәптердің соңында сабақты қаншалықты түсінгендіктерімізді жазамыз. Үйге тапсырма. Бірінші параграфты оқимыз және талдау тапсырмасын дәптерге орындаймыз. Ол 7-ші бетте орналасқан. Балалар, сонымен қатар біз бағана бейнефильмде органоидтарға тоқталған кезде термин сөздерді байқадық. Сол термин сөздерді
қазақшасын және ағылшыншасын дәптерімізге жазып жаттаймыз. Сау болыңдар.